Қазақстанда көлік иелерінің екі негізгі сақтандыру түрі бар: міндетті автосақтандыру және каско. Міндетті сақтандыру бұл жүргізушінің үшінші тұлғалар алдындағы жауапкершілігін сақтандыру. Яғни жүргізуші жол көлік оқиғасының себепкері болса, сақтандыру компаниясы зардап шеккен тарапқа келтірілген зиянды өтейді. Алайда өзінің көлігіне келтірілген залалды жүргізуші өзі өтейді. Егер полис болмаса, бөтен мүлікті қалпына келтіру бойынша барлық шығын апатқа кінәлі тұлғаның өзіне жүктеледі. Бұл полиссіз жолға шығуға тыйым салынады, ал онсыз көлікті жүргізу айыппұл салуға әкеп соғады. Каско көптеген адамдар ойлағандай аббревиатура емес. Каско сөзі испан тілінен дулыға немесе голланд тілінен корпус дегенді білдіреді. Каско бұл көлік құралы ерікті сақтандыру түрі. Ол сіздің көлігіңізге келтірілген залалды өтейді. Ал міндетті автосақтандыру үшінші тұлға алдындағы жауапкершілікті жабады. Бұл ерікті автосақтандыру түрі түрлі күтпеген жағдайлар кезінде, яғни жол апаты, ұрлық, өрт немесе табиғи апаттар салдарынан көлікке келтірілген залалдан немесе оны жоғалудан қорғауды қамтамасыз етеді. Мұндай жағдайда сақтандыру компаниясы шартқа келтірілген талаптарға сәйкес көлікке келтірілген зиянды өтейді немесе жөндеуді өз мойнына алады. Каско полисін сатып алмас бұрын бұл сақтандыру түрі бойынша қандай тәуекелдер өтелетінін мұқият зерттеу қажет екенін естен шығармау қажет.